Қазақ халқының тарихында қаралы нәубет болып жазылған ашаршылық пен қуғын сүргін жылдарының қасіреті өткеніне қастерлі көзқараспен қарап, одан салиқалы ой түйетін адамдардың есінен ешқашан кетпейді. Тұтас бір елдің тағдырына қиянат жасаған империялық сұрқия саясаттың бұл қанды тәсілі талай шаңырақты құлатып, талай адамдардың обалын аяққа басып, қазақ даласына тегерге тұяқ қалдырмастай апат әкелді. Тағдыр бізді жазғырып, тоздырып мүлдем азғырып, бір тілім нанға зар қылып, қиырға кеттік қаңғырып. Естілгендей бір сарын, көрінгендей бір сағым, шұбырды халық қиянға, сақтауға аман ұрпағын. Бұрын жайлауымды жау алды, қыстауымды қаралды деп мұнайған қазақтың. Енді жайлауында жаны, қыстауында қаны шықты. Қара жолдың бойында шашылған сүйегі жинаусыз қалды. Бұл тарихымыздың ақтандағы емес, дамыл-дамыл еске алар. Еске алған сайын бүгінді барлап, ертеңді ескертер, жазылуы қиын қара жара. Тағдырлы жылдардың қасіреті туралы аз жазылған жоқ. Жазылуында сан көп. Тарихымызда әлі күнге дейін зерттелмей келген ақтаңдақты зерттеу, одан тарихи тағылымдар алу кейінгі ұрпаққа қажет. Сондықтан бұл күрделі тақырыпқа арнайы қалам тартқан қаламгерлердің еңбектеріне тоқталатын боламыз. Мың өліп, мың тірілген қазақ халқының басынан өткен ең қасіретті тағдыры кешегі тоталитарлық режим кезінде, атап айтқанда 20 ғасырдың 30 жылдарында Қазақстанда байларды тәркілеу және шаруаларды күштеп ұжымдастыру кезінде орын алғаны белгілі. Осыны тарихшы ғалым Омарбек Талас 20 ғасырдың 30 жылдарындағы Қазақстандағы қасірет атты еңбегінде өз еліміздегі, сондай-ақ Ресейдегі архив құжаттарына сүйене отырып, нақты деректермен егжей-тегжейлі баяндайды. Келесі еңбек Мағауин Едігенің Сары кітабы. Сары түс қашанда қайғы мен қасірет белгісі. Қолымдағы сары кітапта сол бір зобалаң жылдарды басынан өткерген, тікелей куәгерлердің көз көрген жазбалары ұсынылған. Еңбекте 1989-94 жылдар орайында Республикалық әдеби жұлдыз журналында жарияланған естеліктер еніп, жинақталған. Профессор Атабаевтың 32-нің зұлматы атты деректер жинағында 20 ғасырдың 90 жылдарының басында Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетінде сол кездегі доцент Атабаевтың жетекшілігімен ұйымдастырылған 32-нің зұлматы атты студенттер үйірмесі мүшелерінің тарихи этнологиялық экспедициясы нәтижесінде жинақталған. 20 ғасырдың 30 жылдарындағы ұжымдастыру кезеңінде орын алған аштықты өз көздерімен көрген куәгерлер туралы мәліметтер берілген. Жетісудағы ашаршылық атты жинақта 1928-1934 зұлмат жылдардағы өңірдегі аштық, босқыншылық көріністері, құжаттары енгізіліп отыр. Кеңестік өкіметтің Жетісудың ауқатты шаруаларын тәркілеуі, жер аудару, астық және ет дайындау науқандары, салық ауыртпалығы, күштеп ұжымдастыру, аштық пен халық бас көтерулеріне алып келді. Осы жинаққа енгізіліп отырған деректер, қаулылар, қарарлар, хаттамалар, хаттар халықтың басына төнген әлеуметтік апатты айқын айшықтайды. Тағдырлы жылдардың қасіреті туралы жазушы Смағұл Елубай бұл трагедия, бұл қасірет, бұл тақырып таусылмайтын теңіз. Бәріміз қанша шуылдап айтсақ та түбіне жете алмауымыз мүмкін деп пікір қалдырған еді. Расымен де халқымыздың басынан өткен қайғы қасірет, нәубет туралы дерек, айтылмаған сырлар әлі көп. Өткен ғасырдағы ең қилы кезеңнің бірінде жазықсыз жапа шеккендердің рухына тағзым ету баршамыздың перзенттік борышымыз. Қаншама зобалаң жылдарды бастан кешкен, қазағымның әрқайсысының айтқан зары, кешкен мұны, жүріп өткен тар жолдары бәрі бүгінгі ұрпақтың мәңгі есінде.